Ассалаумағалейкум баршаға, қайырлы күн. Қалайсыздар? Іштеріңіз аман ба? Так, бізде мынау ГАЗ-53 автокөлігінің стартері. Көлікті қыздыра алмайды, ток жұтып. Мұнда артындағы втулкасы, сосын басындағы втулкасы, сосын ортада міне біреудің мойнындағы втулка үшеуі жеңіп қалған. Сосын бізде мынандай шөткілерде желініп, серіппесі дұрыс итере алмай тұр. Сондықтан осыларды ауыстырайын деп жатыр. Шөткіні мынардан енді отвертканы бірақ шығарып алдық. Втулкілерден соғып шығару керек, бірақ мен втулкасын ауыстырайын деп тұрған жоқпын. Мынандай корпус, басқа корпус әкеліп салып жатырмын. Втулкілер желінбеген екен. Втулкасы желінбеген екен. Өзінен шыққан втулкілер желініп қалған. Қалай көрсетсем екен. Басы желініп қалған. Ондай олқылдап жатыр. Анада ондай олқыл байқалмайды. Бар, бірақ ондай көп емес. Осындай ауыстырып жіберіп жатырмыз. Мынау енді бір қырын ішінде втулка желінгесін бір қырын өсі бір қырындап алып айналдырмайды. Ауыстырып жіберіп жатырмыз. Сосын енді жаңа айтқан шөткісі ғой енді. Басқа қазір шөткісі жақсылау. Егерде осы шөткілерін салып қарайым. Егерде жүзеге асып, іске асып жасап кетіп жатса, осымен кетеді. Егер жасамаса, қайттан жаңадан алып саламыз ғой. Мұнан байқаған себебі мынаны жаңа аккумулятордан алып мынаны салып үстінен басқамда сәртір айналады. Мынаны жіберіп қойсам, сәртір туг айналып тұрды. Дұрыс айналдыра алмайды. Сосын серіппесі ары қарай жеткізе алмай тұр екен. Сондықтан шөткіні ауыстырып жіберсек, ары қарай жүзеге асады деген ойдамыз деп қояйын. Жақсы. Егерде мен видеоны білуге көмегі тиіп жатса, ризамын. Баршаңыз істеріңіз сәттілік. Рахмет.